Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен ерекше дәмді тағамдардың бірін дайындайтын боламыз. Корей елінің ұлттық тағамы пянце дайындайтын боламыз, яғни пигоди. Осылай қызып тұрған майға пияздарыңызды, фарштарыңызды салып екеуін бірге қуырасыздар. Тым қатты қуырып жібермейсіздер. Үстіне картоп пен капусталарыңызды дайындап тұрасыздар. Ұсынытта қосып барлығын бірге қуырасыздар. Тым қатты пісіріп жібермейсіздер. Енді үстіне кішкене тұз, бұрыш саласыздар дәміне қарай. Егер де ащыны ұнататын болсаңыздар, ащы дәмдеуіштерді қоссаңыздар да болады. Егер ащыны ұнатпасаңыздар, тек қана осылай бұрыш пен тұзды дәміне қарай салсаңыздар болды. Начинкасын қарай дайындайсыз. Осылай араластырып, бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоясыздар. Пісіріп жібермейсіздер. Осылай дрожға үйренген қамырымызды аламыз. Бізге ашқан осындай қамыр керек болады. Оны алдын ала дайындап қоямыз тамағыңызды бастамас бұрын. Осылай дайын тестамызды алып, бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Қамырыңызды қайта-қайта илеп, осылай ісіртіп істесеңіздер, пигодиларыңыз жақсы шығады. Тым қатты жұқа емес, тым қатты қалың емес, орташа көлемде істейсіздер. Егер де тым қатты дәу қылып қойсаңыздар, қатты ісініп кетеді дрож қосылғандықтан. Егер де кішкентай қылып қойсаңыздар, ол да болмай қалады, ісінбесе де болмай қалады. Сондықтан орташа көлемде істейсіздер. Видеода көрсетілгендей етіп кесіп, зуалалап, әрқайсысын жайып шығасыздар. Достар, менің каналыма кетуді ұмытпаңыздар. Осылай менің каналыма қолдау білдіре аласыздар. Менің каналымда көптеген рецепттер бар. Міндетті түрде көріп, лайк басып, қолдап кетсеңіздер болады. Осылай барлығын жайып шығатын боламыз. Алдын ала жайып, дайындап қойсаңыздар болады, ісініп тұрады. Осылай міне біздің начинкамыз дайын болды. Астын өшіреміз. 10-15 минутта өшіресіздер астын. Тым қатты пісіріп жібермеңіздер. Мен дайын болған тесталарымыздың барлығын қазір түйіп шығатын боламыз. Осылай бұны суытып алу керек бірінші начинканы. Суыған соң барып түйетін боламыз. Оған үшін біз тесталарымызды жайып шығамыз. Барлығын осылай жайып шығатын боламыз видеодағыдай. Тым жұқа етіп жаймаңыздар. Жұқа болса да болмайды. Қалыңдау етіп жаясыздар. Тоғашкінде етіп, тоғашкінен сәл қалыңдау етіп жаясыздар. Мата дастарханға қойып қоясыздар, асты жабысып қалмасын. Осылай сыртып істейтін болсаңыздар, мантываркада піскенде әдемі болып шығады, арасы жақсы шығады. Осы тағамды міндетті түрде дайындап көріңіздер. Үйдегілердің барлығына сөзсіз ұнайды. Ең керемет тағамдардың бірі. Мен екіге бөліп алдым, біреуіне өйткені май қостым, біреуіне май қоспай істейтін боламын. Міне дәл видеодағыдай түйесіздер, еш қиындығы жоқ. Міне жақсылап бетін солай түйіп қойсаңыздар, ашылып кетпейді. Ең басты түйетін жеріне су тигізбесеңіздер болды. Су тимесе ашылмайды. Егер де су тиіп кететін болса, ашылып кетуі мүмкін. Сондықтан солай абайлап түйіңіздер. Жақсылап бүйтіп қысып түйсеңіздер, ештеме де болмайды. Барлығын түйіп болған соң мантываркаға орналастырамыз. Астын майлап, бір-біріне тым қатты жақын қоймаңыздар. Тым қатты жақын қойсаңыздар, ісініп бір-біріне жабысып қалады. Сондықтан араларын алшақтау етіп қоя беріңіздер. Мантываркаде манты пісіргендей, басқа тағамдарды пісіргендей уақытта піседі. 35-40 минуттың ішінде пісіп қалады. Міне біздің пигодиларымыз дайын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, менің каналымды жоғалтып алмасы үшін. Міне өте сочный болып шығады достар, дәмі өте дәмді болады. Міндетті түрде менімен бірге дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Айткүл ас болсын.